Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын үй жағдайындағы хинкалиді дайындайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші ұнымызды алып, шым-шым тұзымызды саламыз да, суық суымызды біртіндеп құйып отырып, біріктіретін боламыз. Нанымыздың астына кішкене ұнымызды сеуіп, жақсылап иі қанғанша илеп аласыздар. Қамырымыз қатты жұмсақ, немесе қатты болмау керек. Орташа болса болады. Нанымызды илеп болғаннан кейін, осылай пакетімізге салып, табағымызға салып, бетін жауып қойып қоясыздар. Оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Осылай ең бірінші фаршымызды салып аламыз да табағымызға, пиязымызды біртіндеп ұсақ күйінде турап алатын боласыздар. Немесе пияздарыңызды теркадан өткізсеңіздер де болады, яғни үккіштен. Одан кейін осылай кинзамызды алып, оны да ұсақтап турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін, начинкамызға енді дәм беру үшін ең бірінші дәміне қарай өздеріңіз қалауларыңызды сасаңыздар болады. Тұзымызды саламыз, одан кейін қара бұрышымызды саламыз. Және міндетті түрде осылай суық суымызды құйып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырасыздар. Біздің начинкамыз осындай болу керек, жұмсақ. Одан кейін қамырымыз біздің тынды. Қамырымызды осылай кішкене жайып алып, 3 бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін қамырымызды осылай кішірек қып, бөліктерге бөліп аласыздар, пирожкиға жасағандай қып. Одан кейін оқтауымыздың көмегімен нанымызды жақсылап жайып аламыз. Жайып болған соң, қамырымыздың ортасына начинкамызды саламыз. Начинкамызды өте көп салудың қажеті жоқ. Және осылай видеодағындай қып, шетін өріп шығасыздар. Және ең соңында тура қамырымыздың ұшын пышағымызбен алып тастаймыз. Барлығын жасап болғаннан кейін қайнаған суымызға тұзымызды салып, хинкалиларымызды біртіндеп қайнаған суымызға салып шығамыз. Және кішкене осылай араластырамыз. Хинкалимыз уже біздің дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бар жоғы 20 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Егер де менің рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бұл өте дәмді және сочный болып шығады. Жақындарыңызды қуантудан шаршамаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.